Сәлем достар, Сюн Такахата өмірінің әр күнін осылай мұңды күйзеліспен өткізеді және ішкі сезімін жеңуге ешқандай әрекет жасамай, өзіне және басқаларға мүлдем бейжай қарайды. Кейіпкер оның алдында не күтіп тұрғанын әлі білмейді. Ол бүкіл әлем бойынша миллиондаған мектеп оқушылармен бірге өлімге әкелетін ойынға қатысады. Онда әрбір ойыншы өзінің тапқырлық пен ақылын көрсетуі керек. Әйтпесе оларды қатыгез өлім күтетін болады. Сюн Такахата есімді жасөспірім қызық ойындарды мақсатсыз ойнап сағаттап отырады. Жігіт анасының үйге көмектесу туралы өтінішіне дөрекі жауап береді. Және Жапониядағы ауқымды теракт туралы хабарланған жаңалықтарды көріп отырады. Сонымен Такахата мектепке барады. Көңілсіз жасөспірімнің жолын велосипедпен Идика есімді қыз кесіп тастайды. Ол жігіттің балалық шақтағы көңілді досы еді. Қыз оған сүйіспеншілігін танытады, бірақ сезімсіз Такахата өзінің қызығушылығын көрсетпейді. Мектепке кіре берісте жасөспірім досымен бірге жаман бейнені көріп, оның алдын алуға тырыспайды. Жергілікті авторитет Амая Такеру бірнеше студентті аяусыз ұрып тастады. Сабақтар басталады. Такахата сыныптастарымен бірге тарих сабағында отыр. Студенттер күле бастайды, бірақ кенет мұғалімнің басы иығынан ұшып кетіп, столдың үстінде Дорума есімді қорқынышты қуыршақ пайда болады. Ол оқушыларды қызыл жарық деп аталатын өлімге әкелетін ойын ойнауға мәжбүрлейді. Құбыжық тақтаға қарай баяу бұрылады, содан кейін қайтадан күрт бұрылып, және байсалдылықты сақтай отырып, қозғалған әрбір оқушының басын аяусыз кесіп тастайды. Ал сыныптастар үмітсіздікке ұшырадық деп санады. Оның басының артқы жағындағы түймені басу керек, тек сол кезде ғана ойын тоқтайды. Қиындық мынада, қуыршақтың басының артқы жағындағы түймені баспай, ойынды ешкім тоқтатпаса, барлық студенттердің өліміне дейінгі минуттарды еріксіз санайтын таймері қосылады. Қорыққан жасөспірімдер кезек-кезек түймені басуды меңзеп, соңында ең жақсы достар ғана тірі қалады. Өлімнен қорықпаған ол дене шынықтыру сабақтарын еске түсіріп, түймеге жету үшін досына секіруді ұсынады. Ал таймерде бар болғаны 10 секунд қалды. Батыл жолдасының сөздеріне жігерленіп, Такахата секіруді шешеді, және 0-ге дейін 1 секунд қалғанда уақытты тоқтатып, түймені баса алды. Құлаған қуыршақ ойынның аяқталғанын хабарлайды, бірақ кенеттен басқа сыныптастары сияқты Сатакетта шабуылға тап болды, өйткені түймені басып, ойынды тоқтатқан адам ғана тірі қалуы керек еді. Ты остановил игру, Такахата-сюн! Ты выжил! Есіктің жанында сыныптастарының арасында аман қалған Итика Акимото пайда болады. Такахата мен Итика осы қорқынышты сынақтан аман қалғандарды іздеу үшін жаттығу залына барады. Онда бір топ студенттер тышқан костюмын киіп жатыр, ал еденге жаңа жұмбақ ережелер жазылған екен. Ол жерде мысыққа қоңырауды беріңіз, ойын аяқталады деп жазылған. Барлық балаларға мектеп президенті құлақтары бар сұр костюмдерді киюді бұйырады. Бірақ жаңадан келгендердің бәрі киімді киіп үлгермейді. Себебі бөлменің еденінде кенеттен люк ашылып, сол жерден алып манекен көтеріліп, ол олжаларын жей бастайды. Қанышер сәттілік символы ойыншыларды бірінен соң бірін аяусыз жойып жатқанда, Такахата мен Итика мысық қоңырауына тап болады. Жұп ережеге сәйкес, оны құбыжықтың мойнына бекітілген баскетбол шеңберіне лақтыру керек деп болжайды. Олардың ішінде баскетбол командасының капитаны Харуфи Киткава болып, ол қоржынға қоңырауды тура лақтырады. Жеңіс сөзсіз болып көрінгенде, айлакер манекен алдамшы маневр жасайды. Ол шабуылдаушыны күшті соққысы арқылы жойып жібереді. Ашкөз хайван тағы да құрбандарын қағып, қорғансыз күйде бұл жолы Итика қалып қояды. Оның үстінде тойымсыз мысық тұрып, оны жеуге дайын болды. Досын Такахата құтқарады. Ол тышқанның костюмын киіп, өлтірушінің назарын өзіне аударады. Жігіт басқаларға қоңырауды себетке лақтыруға мүмкіндік беріп, тістері бар мысықтың назарын аудара бастайды. Дегенмен, жын шайтанды тоқтату әрекетінің бәрі бекер болды. Ал таймердің уақыты кетіп жатты. Ол манекенді шатастырып, қоңырауды баскетбол добының терісімен жасыру үшін, бір уақытта екі шешуші лақтыруды жүзеге асыру үшін, соңғы бір үмітсіз жоспар жасайды. Мы должны ее запутать. Выбора у нас нет. Оралған доптармен бірге Такахата мен Итико екі жақтан муляжға қарай жүгіреді. Әйтсе де жүгіріп келе жатқан батырдың баскетбол добы көрініп қалды. Мұны байқаған манекен қыздың лақтыруын тоқтатып, оны күшті соққымен ұшырып жібереді. Бірақ бұл Такахатаның айлакер жоспарының бір бөлігі ғана болып шықты. Және шын мәнінде қоңырау оның қолында еді.
Қатты лақтырған кейіпкер оны тікелей себетке тастайды, бірақ күтпеген жерден ол нысанаға дәл түспеді. Доп металл сақинадан ұшып кетеді. Кейнеттен Амая Такеро мысықтың басынан секіріп шығып, ол допты алып, 1 секунд қалғанда оны себетке лақтырып үлгерді. Манекен ойынның аяқталғанын хабарлайды, және аман қалған үшеуі өлімге әкелетін шайқастың келесі кезеңіне өтуге мәжбүр болады. Осы вақытта Жапонияның барлық жаңалықтарында дүние жүзіндегі миллиондаған студенттердің мистикалық өлімі туралы хабарларды таратады. Елде төтенше жағдай жарияланды. Қаланың үстіндегі аспанда үлкен ақ текше қалыптап жүр. Оның ішіне әскерилер кіре алмайды. Бірақ билік ол жерде тірі қалған мектеп оқушыларын өзге ғаламшарлықтар ұстап отыр деп күдіктенеді. Такахата осылайша бейтаныс жарық бөлмеде есін жияды. Оның қасында ол бірнеше жыл көрмеген Такеса есімді бұрынғы сыныптасы табылды. Жұп не болып жатқанын түсінуге тырысады. Кенеттен бүйірден тағы бір дауыс естілді. Олармен бірге менменшіл Микеро Тайро және тыныш қыз Таока қамауда болды. Олар өткен ойындардың барлық жеңімпаздары екені анықталды. Көп ұзамай жаңа ойынның басталғанын білдіретін есік қақтығысы естілді. Бөлмеде Когеси деп аталатын өлім ойынын жариялайтын ұшатын қуыршақтары пайда болады. Көзі байланған ойыншы дөңгелектің ортасында отырады. Жындар өздерінің қорқынышты әндерін айтып болған кезде, ойыншы оның артында қайсысы тұрғанын айтуы керек. Тәкаппар ботаник Тайро бірінші болып шеңбердің ортасына шығады. Ақылды жігіт қорқыныштан дірілдейді, және оның керемет IQ-і тапсырманы шешуге мүлде көмектеспеді. Қалған ойыншылардың алдында оның басы бірден кесілді. Өлімге әкелетін шеңбердің ортасына мүлде жауап беріп үлгермеген Таока жіберілді. Жындар жеңілген қызды аяусыз өлтіріп, жаңа құрбанды шақырады. Такахата өз еркімен бірінші болып шеңберге кіреді. Құрбысының орнына кейіпкер батыл түрде шеңбердің ортасында отырып, көздерін байлайды. Кокеси өздерінің қорқынышты дөңгелек биін бастады. Ән біткен кезде олардың біреуі уақыттың кенет таусылғанын хабарлайды. Такахата дұрыс жауапты айтты. Батыр өз айласын тағы да іске асыра алды. Жігіт ойын бітті деген сөз тіркесті магнитофонға жазып алып, оларды сөйлеуге мәжбүрлеп орналасқан жерін таба білді. Жындар жеңілгенін мойындауы керек деп, олардың әрқайсысы ауада жарылып, 4 үлкен кілт қалдырады. Такахата мен Такеса дәлізге шығады. Басқа ойыншы қолындағы кілтпен бірге оларға жүгіріп келе жатады. Өйткені қорқынышты ұшатын жын мектеп оқушысын қуып келеді. Ол тек жалғыз жүргендерді өлтіреді. Үштік жай ғана қол ұстасып, өлім қауіпінен құтқарылады. Өлімнен қорыққан Такеса Такахатадан оның қолын жібермеуін сұрайды. Дірілдеп тұрған қызға қарап, кейіпкер мойнындағы кружканың сынған тұтқасынан жасалған кулонды көреді. Және бірнеше жыл бұрын олар ашуларын шығару үшін қараусыз қалған шатырда ыдыстарды қалай бірге қиратқанын есіне алады. Кенеттен үштіктің алдында айқай естіледі, және олар көмекке асығады. Серіктестер Итиканың қанатты жыннан құтылуға тырысып жатқанын көреді. Такахата соңғы сәтте досын қолынан ұстап алып, қорқынышты құбыжықтан құтқарып қалады. Алақандары қосылған қолдарға батырға ғашық Такесу қызғанышпен қарайды. Келесі ойында көп күттірмейді. Бетон қабырға бұзылғаннан кейін таймер мен 7 құлпысы бар үлкен бас пайда болады. Оның жанынан кейіпкерлер тағы 2 тірі қалған адамды табады. Олар 6 болды, ал кілттер одан да аз еді. Жын оларға 2 минут уақыт береді, ал ойыншылар іздеуге бірден кірісті. Кенеттен олар еденде домалап жатқан жетіспейтін кілттерді көреді. Қабырғаның артынан қанатты жыннан құтылу үшін ойыншыны өзімен сүйреп әкеліп, оны аяусыз өлтірген психопат Амая пайда болады. Бұзақыны ешкім ұнатпағанына қарамастан, команда онымен бірге жүруге мәжбүр болады, және ойыншылар барлық кілттерді құлпының тесігіне енгізеді. Осылайша ойын тоқтады. Жын тірі қалғандардың есімдерін жариялады, және оларға киімдерін киіп, қабырғадағы тесілген туннелден өтуге бұйрық береді. Өлім жарысына қатысушылар мұз үңгірінде тап болып, оларды басқа жын қарсалады. Аю өзінің әппақ екені мақтайды, және ол жаңа ойынның ережелерін атады. Ойынды жеңу үшін тек өтірік айтпау керек. Ағаю сұрақ қоямын дейді, ең бастысы өтірік айтпау. Ал егер біреу өтірік айтса, қатысушылар өтірікшіні табуы керек. Әйтпесе олар жынның түскі асы болады. Аю қарапайым сұрақтар қояды, оларға өтірік жауап берудің мағынасы да жоқ. Дегенмен келесі раундтан кейін ол үңгірде өтірікші бар деп хабарлайды.
Ал бұрын достық қарым-қатынаста болған топта келіспеушілік орын алады. Бір-бірін айыптау арқылы ойыншылар бір топ мүшесінен айырылады. Сұрақтардың бірінде дәрменсіз Такесуды Такахата өлімнен құтқара алмайтыны белгілі болды. Ал зұлым құбыжық оны ауыр мұз табанымен мыжып тастады. Сүйікті қызының өлімінен ренжіген ол өтірікші кім екенін айту үшін ойынды кенет тоқтатады. Батырдың таңғажайып тапқырлығы оған жынды жеңуге тағы да көмектеседі. Жігіт дұрыс жауапты айтады. Это ты! Анықталғандай, Батыр аюдың табанында қара дақты байқап, жазықсыз қыздың қаны мұзды ерітіп, жын шын мәнінде қара аю екенін айтты. Жеңілген құбыжық ойынның аяқталғанын хабарлайды және аман қалған 5 адам тұман арқылы келесі раундқа өтуге мүмкіндік алады. Ойыншылар теңіз жағасындағы ескі қараусыз қалада пайда болады. Жасөспірімдер олардың келесі қиындығы қандай болуы мүмкін деп ойланады. Тас бекіністің орталық қақпасы ашылады. Ол жерден қорқынышты қуыршақ пайда болды. Қуыршақ финалдық ойынды хабарлайды. Ойынның ережесі былай делінген. Қаңылтырды тепте, ойынды тоқтат. Бір ойыншы қабырғадан қаңылтырды алып, оны шеңбердің ортасына қоюы керек. Қалғандары болса осы уақытта тығылуы керек болады. Қаңылтыр шеңбердің ортасында болғанда, ойыншы қашқындарды іздеуге барады. Ол ұсталған ойыншылардың көздеріне қарап, олардың есімдерін атап, содан кейін қашып құтыла алмайтын ұяшыққа қамауы керек. Ойыншылардың бірі тұтқындарды босатады. Мұны істеу үшін ол жасырынуды тоқтатып, қабырғаға келіп, қуғыншы басқаларды іздеп жатқанда қаңылтырды теуіп жіберуі керек. Бірақ сонымен бірге қаңылтыр жарылып кетеді. Осылайша ойыншы өз өмірі үшін тұтқындарды құтқаратын болады. Бұл ойында күн батқанға дейін тұтқындарды құтқарған, немесе 3 ойыншыны ұстап алған адам жеңетін болады. Қатал ережелерді айту арқылы қуыршақ ойынның басталғанын хабарлады. Қатысушылар белгіленген таяқшаны кім іздейтінін анықтау үшін жеребе тартады. Ол әлгі жынды болып шықты. Я иду искать. Ойыншылар естерінен адасып, тығылып үлгереміз деген үмітпен әп-сәтте шашырап кетеді. Ал Амайя алынбайтын биік қабырғадан қаңылтырды алуы керек. Алайда айлакер бұл тапсырманы тез орындап, қуыршақты нысанаға дәл тигізіп, қаңылтырды шеңбердің ортасына қояды. Қашқындарды қуалау басталды. Психопат 3 ойыншыны камераға отырғызу міндетін тез орындай алды. Тек Такахата ғана бостандықта қалды. Ол ойынның соңына дейін жасырынып тірі қалу, немесе жарылғыш қаңылтырды тебу арқылы түрмедегі достарын құтқару үшін таңдау жасайды. Көп ойланғаннан кейін ол достарын құтқаруды шешеді. Жігіт сауытты киіп шықты. Дулыға оның бетін жауып тұрды. Соның кесірінен Амайя ойын ережелерін жүзеге асыра алмайды. Себебі ереже бойынша қашқының көзіне қарап оның есімін атауы міндетті. Оған қаңылтырға жақындауға бұл кішкене болса да мүмкіндік бере алды. Амайя күлімсіреп, қаңылтырға жақындап келе жатқан Такахатаны тоқтатады. Зұлым жігіттен дулығаны оңай алып тастап, оның атын атып, қаңылтырға қарай жылжи бастады. Кенеттен Амайя Такахата оны шынжыр арқылы ауыр сауытқа байлап тастағанын байқады. Келесі сәтте Батыр жауыз зұлымдықты өзімен бірге сүйреп қоршаудан құлайды. Такахата қаңылтыр банкаға оралып, ойынды жеңіспен аяқтау үшін сауыт тізбеген қатты тартып қойды. Жігіт осы уақытта сауыттан шығып үлгереді. Соңғы күшін жинап, кейіпкер ойынды аяқтау үшін қабырғаға көтеріледі. Дегенмен қатыгездікке ұшыраған Амайя да үлкен сауытты көтеріп, бұғаудан босатыла алды. Қарсыластар бір уақытта қаңылтырға қарай жүгіреді, бірақ Такахата оған тезірек жетті. Кенет қаңылтыр бос дыбыспен қабырғаға соғылып жерге құлады. Күн батқаннан кейін қайтадан пайда болған қуыршақтар ойынның аяқталғанын хабарлады. Оның барлық қатысушылары тірі қалды. Мы не говорили, что кто-то умрет. Қараңғы аспанда түрлі түсті жарылыстар мен от шашулар болды. Қорқынышты қуыршақтар ойыншыларға салқын балмұздақты ұсынды. Қатысушылар барлық қорқыныштарды ұмытып, өмірден ләззат алып, рахатпен балмұздақты жеп отырды. Тамақтанғаннан кейін қуыршақтар жеңімпаздарды бостандыққа апаруға уәде береді. Бірақ бұл тағы да бір алдау болып шықты. Тәтті балмұздақ 3 тұтқынды бірден өлтірді. Тек Такахата мен Амайя ғана тірі қалды. Олардың әрқайсысы барлық 7 сынақта өзінің ең жақсы қасиеттерін көрсеткен. Олар көптен күткен еркіндікке ие болады. Осымен фильм аяқталды достар. Келесіде кездескенше.